Ауылда сағын сөйкі тамаша әніміздер құрметтеріңізге арнаймыз. Осындай болып кетпесін деп тілектен кейін арнайы уақыт бердім ғой. Барып алдырып, құмарды қандырып қайтыңыздар деп. Енді мынау тілекке, ниетке кезек келіп тұр, сондықтан кішкене сабыр сақтап, орындарыңызға жайғассаңыздар, қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің дейді. Қызықтың көкесі алда. Қазір тағы да жалғастыратын боламыз енді. Сіздерді мынау күтуші қауымды орындарыңызға шақырайын, кішкене жайғасып алыңыздар. Бір апам айтқан екен, бұл әжептәуір ұл туатын келінеді ғой, улап-шулап жүріп қыз туып жібердіңдер деп. Соғысып жақсылап ән айтып жатыр, артық ұшу болмады. Бірақ енді той осысымен де қызықты ғой. Енді кішкене сабыр сақтап орындарыңызға жайғассаңыздар, мен келесі ақ тілек ниеттің көшіне ерекше бір жандарды шақырғым келіп отыр. Өйткені бүгін мінекей жаңа құдаларымыз төрімізге қадам басса, осы әулетке Елбай еліне ертеңеден құда-құдағи болып талай төс қағысып, талай бет сүйісіп, бір-бірімен құдалығын мәңгілікке ұластырып қойған жандарды төрге шақырғым келіп отыр. Олардың алғашқысы мынау нардай нағашыларымыз. Осы елмен құда болғанының бүгін мінекей жеңісін көріп, нағашы жұрты болып